Ой, мына үйде ше шаршап кеттім ше, жалғыздықтан ше. 5 бала шағам бәрі 5 жаққа кетіп қалды ғой. Біреу Америкаға оқуға кетті, біреу Көкшетауға бір жаққа кетті. Не істейміз, шал екеуміз үйде жалғызда ішіміз пысып кетті ғой. Бірақ ше көп амалдар бар ғой. Бала асырап алуға болады ғой. Ол баланы асырап алып сауап жинайсың. Еще ішіміз пыспайды шалымыз екеуміздің. Соны Елжасқа айтып көрсем қалай болады екен, а? Сразу екеуін ба асырап алсақ жетеді, или біреу жете ма? Қазір Елжас келсін, осы идеяны айтып көрейін. Есі кішкентай бөпелер дейді, бүйтіп ойнап жүреді. Рахат қой, а? Болды, короче, осы идеяны айтам. О, үйде шашақ бөлім ғой, осы жүрісін ағай болып жүрші. Әй? Мыналар кімдер? Сендер кімсіңдер вообще? Бізді папа-мамамыз тастап кетті. Папа-мамамыз тастап кетті? Иә. Сендер мына көршісіңдер ма, или басқа жерден келдіңдер ма? Басқа жерден. Басқа жерден? Иә. Мен үйге келе атсам, мынаяқта бір тоғыпырлаған бала-шала шыққан несі алдымнан. Енді папа-мамаларың қақта? Бізді тастап кетті. Білмейсіңдер ма қақта екен? Жоқ. Ой, бұл сендер барлықтарың бір үйдің баласысыңдар ма? Бәрің ағайындысыңдар ма? Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу. 7 бала-шаға. Ена 7 бала-шаға тастап кету деген не деген нәрсе ол? Жұрттар баланы армандап жүр ғой. Өлі. Мынау деген масқара ғой, таза, болмаса сендерді асырап алайын ба? Иә. Точно? Иә. Бізде білесіңдер ма, бала-шаға жоқ, қақырас білесіңдер ма? Мамаларың сені қуанатын болды ғой. Менен бүгіннен бастап папа дейсіңдер ма? Иә. Сен атың кім сенің? Мансұр. Мансұр, сен кіші? Алиасқар. Сенкі? Жібек. Айым, сенкі? Даниал, сенкі? Сырым. Сенкі? Айлин. Сен ең кішкентай сен сияқтысың ғой, а? Ой, ничего, аттарыңды бір бәле қып жаттап алам ше. Біреу Алиасқар, біреу Мансұр. Короче, сондай дедіңдер ғой, уже есімен шығып кетіп жатыр ғой, 7 бала-шаға ойбай. Міне мен үйім осы еще қазір кіресіңдер мақма. Бірақ кірмес бұрын мен бірінші өзім әйеліме ескертіп айтайын мақма. Бар, бола ма кірсе деп, хорошо? Давайте тыныш, бұзық болмай, тыныш отырамыз мақма. Сөй жыламаңдар қазір үйге алып кіреді. Эй, Аруна. Келдің ба отағасы? Иә, келдім. Мен айтуым керек. Не айтуым керек? Срочно бір айтуым керек. Не айтуым керек? Мен уже мына үйде шаршап кеттім бір өзім. Сен азаннан кешке шейін жұмыстасың, үйде бір өзім отырам. Ішім пысты, маған бала керек. Бала асырап алайықшы. Как раз білесің, мен саған қандай нем бар екен. Ойлаш, қанша бала-шаға армандайсың сен? Бізге біреу, екеу жетеді ғой. Біреу, екеу? Иә. Болмашы, қандай біреу, екеу? Енді қаншау? Мен 7 бала-шағам болса деп армандаймын. 7? Иә? Көтет құрар жаққа. 7-ін қайтып асыраймыз біз оны? 7-ін асыраймыз, не болды сонша? Өлі. Ақшам жете ма сен асырайды? Ақшам пішәл жетеді. Шашам ақшаны бала-шағам үшін не болды сонша? Баланы армандап біттік қой болды, 7 бала-шағам бір атал асырап сөйтейік та. Зато бәрі өскен кезде ойбай, арқа сүйеп отырасың ғой. Точно? Точно айтамын мен саған. Уверенсің ба? Уверен. Мен, короче, как раз подъезде бала-шағалар жылап жатыр да ше. Олар мен папа-мама тастап кетті дейді да, и маған сыйлық құсап тұр ғой, прикинь. 7 бала-шаға подъезден отыр ма? Подъезде, ана жерде. Жынсың ба? Кіргізбейсің. Мен ана қарсы кіргізсей, бәрін кіргізсей. Жандерім, кімдер үйе жүріңдер? Балапандарым менің, ойбай. Короче, аттарын почти жаттап алдым. Алиасқар и Сұңқар дедің ма? Біз танысамыз жақсы. Қазір танысамыз. Мен уже аттары есімнен шығып кетіп жатыр кәдімгі. Миым ашып отыр 7 бала-шағам аттарын жаттап. Сонымен 7 бала-шағам біреу тастап кеткен ба? Иә, біреу тастап кеткен ғой. Обалнай. Не деген? Ана ұятсыз адамдар ондай деген, а? Бол, кіріңдер, бол. Бүгіннен бастап енді осы сендердің үйлерің. Әне. Короче, бала-шағалар жыламаңдар мақыма, енді мен папалар мен болам. Папаларың есімі Елжас болады, мамаларың Мен мамаларың болады. Аруна болады. Енді сендер шірей көпсіңдер, мен сендер шатастырып алып қалу мүмкін мақыма. Давайте басынан танысып өтейік. Сен атың кім? Жібек. Жібек.
Айлин. Сенсің кім? Сырым. Сен атың? Айым. Айым. Сенікі? Алиасқар. Алиасқар. Міне осыны жаттап алдым ғой мен. Алиасқар. Алиасқар ол. Ерекше аты екен, иә? Иә, Алиасқар. Давай, сен атың кім? Даниял. 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 Сенікі? Мансұр. Мансұр. Әні. Не деген керемет аттар мынау таза қазақ бір қара домалақ бала шағалары дей ме не дейді? Иә, қазақтың қара домалақ балалары ғой мен, сұлу батырларым ғой мен. Кейін мен сендер өскен кезде мен арқа сүйеп отырамын, кейін мені асырайсыңдар мақма? Мен что бағана, міне мен балаларым бар, мен ешнәрсе уайымдамаймын деп сөйтіп отыруым керек мақма? Болды, ертеңнен бастап сабаққа, мектепке бәріне барамыз. Барлықтарына дәптер анамна әперемін. Күніге кешке жақын сабақ оқимыз. Никакой телефон, ешқандай дала сабақ оқимыз чисто. Иә? Сен шлеп қатал Шлеп қатал папа. шлеп қатал папа. Иә, осы армандаған ем айтуды ше. Үстіп армандаған. Иә. Давайте шаршаған жоқсыңдар ма? Қарындарың ашты ма негізі? Ойбой, сен бар бауырсақ бір бәлелер пісіру керексің ғой сен негізі. Сен бауырсақ бір бәлелер пісіріп кеш. Короче, бүгіннен бастап үйде негізі ше білдіңдер. Мама емес, папа бастық. Мамалар не естіп қоймасын мақма? Естіп үйде папа бастық. Давайте мен сендерге мультфильм қойып берейін ба? Давайте мультфильм қойып беремін. Қандай мультфильм көресің? Не қылды? Ау, Үйде продукттар жоқ. продукта? Ақша жоқ үйде. Ақша, менде ақша бар. Ақша бар еді енді. Жоқ, ақша жоқ екен менде. Жас үйде соңғы ұсақ нанымыз қалған. Екеуміздің осылай бөліп нан сатып алған ғой. 7 бала шаға. Битик та? Сендерде ақша бар ма? Қақтан болсын бұл ақша сен қуасың ба? Ойбой. Жас сен 7 бала шағаны асырап уверен болып асыраймын дедің ғой. Енді сен 3 есе ақша көп табу керексің білесің ба? Мені асырау керексің, 7 бала шағаны асырау керексің, өзіңді асырау керексің. Не істейміз на 2 ақтынан бір бөліп нан? Не істеймін? Қайтып бөліп бер. Білмеймін. Мен телефон берші маған, телефон кән мен. Міне папалардың телефондарын беріңдерші кән. Мен, короче, бүйтем. Алло. Маған 1 миллион кредит берші. Кредит я. Аха. Вот дай. 1 миллион кредит алдым. Сен басың істей ма? Енді Ол кредитті қайтып төлейсің сосын ертең. Ойбай. бала шағам бәріне, 7 бала шағам бәріне киім алып беру керек, дәптер, күнделік, анау мектепке дайындау керек ол. Не істейміз ол енді? Бірақ ақша кетеді, примерно сондай ақша кетіп. Сондай ақша кетіп қалады примерно. Ойбой, сен үйге продукт аламыз әлі. Сондай, кішкентай балалар керек заттар, сумка, пумка, бәрін алу керек қой. Елжас. Ау. Мен саған тағы бір нәрсе айтуым керек. Не айтуым керек? Мына 7 бала шағамен біз мына үйге сыймаймыз. Қой енді мен үй алуға. Бізге айтыңдаршы, дәу керек қоя. Папаларың Сендер қоқаңыздар мен роботпын ба, сендерге баймын ба мен? Туған бақшаны? Папамызсың ғой, біздің папамызға айтыңдаршы. Көңіл сыйса бәрі сияды. Береке бар жерде не бар дейді? Есімнен шығып кетті. Көңіл сыйса бәрі сияды деген. Міне. Бұл үйде, короче, жаттап алыңдар, жаңағыдай не деп айттым? Кім бастық үйде? Папа бастық. Әні. Болды. Ақыры бастық болсаң, онда бізге 2 этажный үй салып тұр. Болды, мен айтқан сөзім айтқан, қазір емес бірақ. Осы үйде пока что тұра тұрамыз, мақма? Болды, сиямыз міне. Сендерді мен көрейші, сиясыңдар ма, сыймайсыңдар ма? Бәрің тізіліп жатып көріңдерші. Ойбай, нақа көрпеше төсекті бүйтіп салып қоямыз да, бірге ұйықтаймыз бәріміз. Түзу деп жатыңдар, давай көрейікші сендер, сиясыңдар ма? Бір комнаталық үйде. Түнде папалардың қастарында жатасыңдар, кино көріп ше. Сүйдіңдер ма? Примерно мен няқа жатам. Мен нақа жатам, сонымен бот сиямыз бәріміз. Бәріміз сиіп тұрмыз, қарсай, міне. Диванға жата салады болмаса бала маны. Болды. Нормально. Қысылмаймыз ба? Жоқ, қысылмаймыз. Қысыламыз ба? Қысыламыз дейді қызым. Ойбой, не істейміз, кішкентай балалар ғой енді. Ничего, саған бір комната арнап қоям мақма. Болды, нормально, болды. Отырыңдар, болды. Все. Короче, не деймін енді, бақыт тілеймін саған. Мен жұмысқа кеттім, қарай тұрын аларға енді. 7 бала шағымен бір өзін қалдырып кетпекшісің ба? Ақша табуым керек мен аларды, кім асырайды ал? Жұмыс істеуге шығасың ба далаға? Жоқ. Оны отыр үйде осылармен мен кеттім жұмысқа. Давай, давай папаға, пока. Пока деңдер папаға. Сәттілік тілеп қойыңдар маған. Давайте, все, давайте, пока мен кеттім. Ойбай, 7 бала шаға қарап үйім ашып кетті ғой. Жер үй алу керек дейді. Натурин негізі дәу үй алу керек. 7 бала шағаны асырау үшін маған нан, пан, үйге продукт алуым керек қой бәрін. Достар, 7 бала шағаларыңыз болса ше, негізі өте қиын негізі ол ше. 7 бала шағаны асыраған адамдар сіздер өте мықты негізі түсінбейсіздер сіздер оны.
ал мен кеттім ол жұмысқа. Маған сәттілік достар.